Темекі мен насыбайдың пайда болуы. Алла адамды топырақтан жаратты. Періштелер адамға сәжде етті. Ібіліс иілмеді. Алла: «Ей Ібіліс, неге адамға тағзым етпедің?» деді. Сонда Ібіліс: «Мен оттан, ол топырақтан жаралды, одан артықпын» деді. Алла қаһарланып Ібіліске лағнет қамытын кигізді. Алланың қаһары жауғанда Ібіліс қорыққаннан зәрін жіберіп қойды. Айнала ластанды. Алла періштелерге: «Мына малғұнның зәрін жерге шашыңдар. Кімде-кім хақтан тайып, Ібілістің жолын ұстанса, оның жейтін тамағы осы зәрден болсын» деді. Періштелер оның зәрін жерге шашып жібереді. Оның зәрі тиген жерлерден темекі, насыбай, көкнәр өсіп шығыпты.